деген бір айын Kağıdımız var. Vay. توضيح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. توضيح كتابة. توضيح أجرميان شرحة شيخ علي Ханидың жазған кітабы. Бұл кітап екі кітапты қосқан ғой. Бірі осы Әжрумияның мәтіні және Нахул Вадих деген кітап бар, заманауи кітап. Оның ішінде жаттығулар көп. Заманауи болғанда оған да бір 100 жылдай болған ғой. Сол 100 жыл. Сол жаттығуларын әрбір неге қосып отырған. Өйткені тек қана ережені оқушы оқып кететін болса, оны істетпесе, ол дұрыс не қыла алмайды. Сіңіре алмайды. Сол үшін. Енді бисмилламен бастайды. Не үшін? Құранға ұқсатып бәрін. Құранда бисмилламен басталды, әлхамдулилламен бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар, кім бисмилласыз бастайтын болса, оның, яғни зибәл деп айтады да, бір маңызды нәрселерді. Ол істеп қалады, фаху абтар, соңына бармайтын іс болады дейді. Немесе ақта дейді. Ол үшін де ғалымдарымыз кез келген еңбектерін бисмилламен ашады. Оның себебі де бар, мысалға бисмилламен ашудың да. Бұрынғы нелерді қарайтын болсақ, қазірдің өзінде бір жиындарды ашатын кезде пәленшенің атымен бастаймыз деген сияқты, президенттің немесе әкімнің деп істейді ғой. Ал бізде Алланың атымен бастаймыз да. Енді әлхамдулилlah. Бәрінізге осындай мұқаддима жазады. Бұл бараат истихлал деген нәрсе бар. Бараат истихлал сол кіріспенің өзінде бұл не жайында айтайын деп жатқанын бір ішіне сидіріп кету керек. Фатиха сияқты. Фатиха Құранның сол несі сияқты да, бараат истихлал дейді. Соны оқыған адам бүкіл Құранды түсіне қояды. Бүкіл ішіне қамтыған. Енді әлхамдулилlah Таала аллази би ниъмати татиммус салихат. Яғни сондай мақтаулар болсын Аллаға дейді. Ол мадақтың өзін Фатихада өтеміз. Әлхамд толық, кәмәл, мақтау тек қана Аллаға лайықты. Және ол Алланың нығметі арқылы жақсы нәрселер орын алады өмірде. Толы болады, толық болады. Мысалы бір кітап жазғың келді, Алланың нығметі болды, сенің жазуың. Бір кітапты оқығың келді, немесе оқытқың келді, бәрі нәрсе Алланың қалауымен. Нахмадука Аллахумма ала ма ваджахта нахвана мин савабиғин ниам. Осы жерде нахуана деген сөз алып келді, нахуға байланысты. Өйткені бұл наху кітабы. Енді бізге қарай, енді мадақ қой, Аллаға мадақ айтады, пайғамбарымызға салауат айтады. Кезген кітапты бастасақ. Сонда бізге қарай бақыттадың дейді, савабиғин ниам, көптеген жаңағы niғметтерді деген. Уанашкурука, шүкір де хамд екеуі бірдей, бірақ айырмашылықтары бар. Негізі шүкірдің мағынасы изхар дейді. Бір нәрсені көрсету. Мысалы, не деп айтады? Хайуандарға, жаңағы жан-жануарларға дәббәтін шакура деп айтады. Аз жем жесе де, шөп жем жесе де, бірден семіретін болса, сол нығметті өзінен көрсетеді. Шакур дейді. Сонда шүкір деген сөз, яғни саған келген нығметті сен жүрегіңмен сезіне білу керексің ғой соны. Сосын сезіне білгеннен кейін сәна, сол саған жақсылық істеген адамға, немесе Аллаға сен рахмет айту керексің. Сәна деген мақтау керексің. Сосын үшінші дәрежесі, оған қарай сен әрекет жасау керексің да. Ал біз Аллаға қалай шүкір жасаймыз? Нығметті біріншіден жүрекпен қабылдап мойындаймыз. Оған хамд, шүкірді айтамыз, мақтаймыз Алланы. Және бұйырғаннан істеп, тыйғаннан тыйыламыз деген сияқты. Алама азхарта лана мин мубхаматил асрар ва мудмаратил хакам. Мысалға, мубхамат деген, мудмарат деген де нахудың сөздері негізінде.
Соны алып келіп отыр мысалға. Әсрар деген сыр, жасырын нәрсе. Соның несін бізге баяндап бердің, көрсетіп бердің. Даналықтың да сондай жасырын. Екеуі ұқсас маған, мудмар деген жасырын. Кейін барып алла тағалаға осылай мадақтарды айтып болғаннан кейін сол мадақтың ішіне нахуға байланысты нәрсе айтып жатыр да. Оны солли пайғамбарымызға салауат айтып, я уассалиму аля саййидина Мұхаммад афсахи ман натақа бид-дат. Дат деген араб тіліне айтылады. Өйткені дат сөзі басқа тілде жоқ. Ман натақа, осы сөзді сөйлеген ең мықты фасих, әдеби. Фасих болу үшін де өзі балағада өтеміз. Өзі шарттар қояды. Бір қиын сөздерді алып келмеу керек, өзінің ережелері бар. Әдеби көркем сөйлеу, шешен сөйлеу деген сияқты. Осы тілде ең көркем сөйлеген ол біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Ман арсалтаху бид-далаили ал-вадихат. Яғни оны сондай мұғжизалармен жіберді. Ап айқын. Оның бірі Құранда, Құран мұғжизасы. Ал біз сол Құранды түсіну үшін осы нахуды оқимыз. Ва анзалта алейхи Құранан, осы Құран араб тілінде. Өйткені ол ең Алла тағала таңдаған тіл, және осы Құранның бүкіл мағынасын сыйдыра алатын кең тілді. Арабиян мубинан, айқын, Фаажазал арабул арба. Сол Құранды көрген кезде, сол түскен уақытта арабтардың бәрі өте үлкен деңгейде араб тілінде, шешендік нелерде. Өзі бұндай Құранды алып келуге шамасы жетпеді, тахадди жасады ғой. Егер сен Құранды өтірікке шығарсаң, бір сүре болсын алып кел деді. 10 сүре муфтарият, өтірік болсын 10 сүре ұқсасын алып кел деді. Немесе бір Құран сияқты алып кел деді. Әкеле алмайды. Қияметке дейін жалғасады ол тахадди, ешкім алып келе алмайды. Әскәттәл булаға, бәлиғ деген сол фасих деген сияқты, шешен адамдардың көзін аузын жаптым деген сияқты да. Афхама әш-шуара. Енді арабтар өздерінің ақындарымен мақтанатын еді. Ол түгіл муаллақат деген бар да, муаллақат. Кабаның ішіне 7 сондай шиғырды іліп қойған, ең көркем жазылған шиғыр деп. Өйткені ол шиғыр деген сөз ол кездегі не сияқты ғой, қазір журналистика саласы сияқты, біреуді жамандайды, біреуден естиді. Сол арқылы біреуді жерге тығып жіберетін болады, немесе көтеріп жібереді бір өлеңмен. Бір өлең біреудің 4 қызын, 5 қызын үйлендіріп жібереді деген сияқты. Бір қабилаға немесе бір намыс келеді, бір шумақ өлеңмен деген сияқты ғой. Ифхам деген нәрсе, екі адам былай тартысқан кезде біреуін сөз бермей өшіруді ифхам деп айтады да. Солардың өзі Құранды алып келе алмады да, ақындардың өзі. Бұндай нәрсе Құран арабтың тілінде түсті, бірақ өлеңде ұқсамайды. Өлеңнің жолында нәсір дейді. Кәдімгі қара өлең дейміз ғой, қара жол кәдімгі. Абайдың қара жолы. Оған да ұқсамайды да. Бірақ арабтың заңдылығынан шығып кетпейді. Оқылуы, тәжвидпен оқылуы өте бөлек нәрсе да. Оларда мысалға арабтың сөз емес деп шыққан жоқ. Таң қалды. Болды, ешкім сөйлей алмады. Бірақ ондай дәрежеге жету үшін сен нақидул әдаби болу керексің да. Нақидул әдаби деген арабтың бүкіл әдебиетін оқып шығасың. Қағидасын оқисың. Сосын барып сен сөз, шиғыр жақсы, жаман деп айырған, сондай дәрежеге жеткен кезде зауық дейді ғой. Сен Құранға баға бере аласың да. Ол жол өте ұзақ жолда. Тарафа әл-хаққа, шындықты көтерді. Хафадал батыл, жалғанды түсірді. Бұл да жаңа барат истихлал. Әл-махсуси биш-шафаа. Пайғамбарымыз арқылы ақиқатты көтерді, жалғанды жойды. Махсус биш-шафаатил узма. Шафаатил узма біз азаннан кейін не аламыз ғой? Василаны шафа. Пайғамбарымыз қияметте ең бір шафаат етуші. Маат деген сол оралатын күн, қиямет күнінде. Есеп қисап болмайды. Пайғамбарымыз қашан Аллахты мадақтайды, сол кезде сұра дейді. Не сұрағың келсе, сол кезде бастап есеп қисап болады дейді. Аллахумма салли ва саллим ва барик
على سيدنا محمد. Allahumma salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Endi osıdan keyin barıp kitap jayında söyleyip. Bu endi jaga bastaw. Kutbanda işit başlaydı. Ve ba'd cumada qaraytın bolsaň. Ve ba'ddan keyin basap Başlat. başlaydı. Kitap jayla bolsa kitap jayla aytat. Başka hutba aytatyn bolsa sol bir tahyryp jayında aytat. Sol künnüň tahryby saýakda. Yani mahma yakın şey olsun nerse degen siyat. Onu da kelemiz. Felemma kanat ulumul arabiyye min eşrafil ulum el islamiyye. Bizde ulumul islamiyye degen var. İslam gılımdары. Mesela Kur'an deri, hadis ilim deri, usul fiqh degen siyakta. Sonun içinde eşraf degen salыстырмалуу türde bapta nadan jogarı degen siyakta. Arap ilimderi İslam ilimlerini bir qaraytın bolsa, sonun eň tertibige ие ilimining biri bolup esepdilet. Wala ajaba, ogan taň galatyn nerse jok diýdi da. Fahiyel kashifa an durari hunuzil Qur'ani was sunna. Yine ol osu arap tili arqılı Qur'anyň içindegi kazba baýlykdarynyň durar degen durra diýdi onu. Dur, marjan dur degen kymbat taslar bar go jana. Kımbat tasar diýmen dururdy. Sonda bu jerde ne istep durdy? Qur'an we sünnetde ülken bir teňizge balap durdy. Al arap tilin sol teňizde içine kirip aşyp solardy tabasyn saýakda. Eşine sen onu tabamaýsyn da. Oýa. Sonday sipat bilen aýdyp durdy. O kashifa arap tili kashifa, arap ilimleri. Yine Qur'anyň içindegi sonday maňyzly dünýelerde sana düşündirip beretin. Ve kelamil ulemâil umma, İslam ümmetinin galımlarının sözünü düşünüp üçin arap dili gerek de. Bär arap dilinde yazgan. Sen alsaň da, usulide alsaň da bäri arap dili. Solarda düşünüp üçin de birinçi arap dili gerek. Onuň üçin men haza, yani o ilimde kim yetkilipde türde okuýan bolsa, adraka i'jazal Qur'anil Kerim. Qur'anyň mucize ekeni biletdi. Ya, oňat. Çağday naqidil arabi adabi degen sınşa derejesine jetетін bolsa, Qur'anyň Allahdan düşken başga hiç kim bunday alıp kele almaýdyny biletdi. Ya, wa alima al-bawna ash-shasi' baynahu wa bayna kalamil bashar. Adamnyň sözü men Allahnyň sözü, yani Qur'an go, sol ikiyoniň aragaşykdygyndagy aýyrmaçykdy biletdi. Adam kança jerden tırsa da Qur'an saýakda alıp kele almaýdy. Sonu düşünýär. Sen biz gaza aytyp ýetiriz. Sen özüň okup, so derejege ýetip düşünүү başga da. Iya. Kene sen aýta alasyň bir, kolunda bir mizan bolat, tarazy. Tarazy alasyň. Najerden adamnyň sözü, najeri naqis. Kim, najeri bulay bolup galgan, najerine menän koskan, eger kospaw gerek degen saýakda. Najerde sözü iki ret gaýtalagan, iki ret gaýtalaw da bolmaýt, misalga. Şeşen sözler degen saýakda. وحصل له قوة يقين بأنه منزل ممن يعلم السر في السماوات والأرض. Endi arap dilini mykty yetip biletin bolsaň, ol Qur'anyň Allahdan düşken ekenine sen imanyň güçi ýetişet da. Qur'an diýsin, birak senemiz musulmanbys. Birak şynaý seni okup, şahan nerseň bilen közüň jetkende seniň imanyň başgalardan garaganda güçlürek bolat da. Kuwwatu yaqin, asiri, imanyň güçlü bolat. Ya yer men asmandagy bukul sırdy bilüşi Allahdan düşkenin bilesinde Qur'anyň. Salima min ma zalika min şeýnil hata we lahnil lisan. Somen gosa endi basty nersemiz Qur'andy düşünüp, sünnetde düşünüp, gawımdary düşünüp bolsa, somen gosa da sen arap dilinde hata söýlewden alys bolasyň diýdi. Tilin sawat. وملك القلوب والألباب بحسن بيانه وسحر كلامه. Endi sen arap dilinde qaty söýleseň, adibi söýleýän bolsaň, hutba aýtgan gezde de şişen adam söýlese, bukul adamnyň oýun Nazary de bolady. Ikene Peygamberimiz hadisinde de bar mysala. Inne fil bayani la sihra diýdi. Bayandawdyň özünde de bir sihr bar diýdi. Sihr adamdy bir nestep goýatyn adam go janaday. Gözüni boýap, yüregin bağlap olasın da. Al, misal kide bolat,
хутбаны тыңдап отырып бір жерден арабшадан қате кетсе, уже ана көз алдында айтып жатқан адамның дәрежесі түсіп қалып, тыңдаған келмей қалады да, сондай да дәреже болады кейде. ولا شك дейді, ешқандай шүбә жоқ дейді. أن دعامة علوم العربية وقانونها الأعلى وعلم النحو. Енді осы араб ілімдері көп. Біреулер 13-ке жеткізеді, біреулер 16-ға да жеткізеді қазір. Мысалға айлмул лұға дейді. Айлмул лұға ол сөздік, сөздердің мағынасын, сөздіктер. Соның өзіне мысалға башар деген сөзіне, шәсиқ дегеніне іздейсің. Ол бөлек. Мысалға Құранның сөздері жаңағы ол бір өзіне. Осы айлмы сарф, айлмы наху, айлмы балаға, балағаның ішінде үш ілім бар, мысалы баян, бадиғ, маани деген сияқты. Айлмы иштиқақ, айлмы арут сияқты, мысалы арут деген сөздің бахыр дейді. Бізде де өзі өлеңді айтқан кезде нелердің өзінің бір нелері бар ғой, айтатын термелерді айтқан кезде. Терменің нағамасы айтылу жолы бөлек, анау бөлек, сол сияқты араб тілінің өлеңдерінде сондай нелері бар. Оны Халил бин Фарахиди ең бірінші неғылған ілім. Сондай сияқты ілімдер көп. Ал солардың ішінде диама деген тірек, ең мықты тірегі ұстап тұрған, және ең қанун, заңы, мысалға сен былай сөйлесең қате, былай сөйлесең қате емес деген не алатын ең мықтысы сол наху ілімі дейді. Қалғандарын сен оқи бересің. Бізде мысалға шариғат оқығандар көбіне не оқиды? Наху ілімін оқиды, сарф, аздап оқиды, балағаны сәл аздап оқиды. Ал сен Құранды түсінетін болсаң, осы үш ілімде де ләсияма, балаға ілімінде мықты оқу керексің да. Ал балағаны мықты түсіну үшін сен нахуды түсіну керексің. Ал нахудың кейінірек дәмін сезу үшін балағада сезесің да. Сондай бәрі бір-біріне байланысты. Иә. Аллази ажмаа ала шарафихи ва фадлихи ал-улама. Енді бүкіл ислам ғалымдары осы наху ілімінің дәрежесі жоғары, артықшылығы басқа ілімдерден қарағанда соның бәріне бір ауыздан келіскен деген сияқты да. Ешкім оны жоққа шығармайды. فكانوا يحرصون حرصا شديدا على تعلمه وتعليمه مع بقية علوم العربية. Енді сол ғалымдар өте қатты ден қоятын, мән беретін дейді. Осы ілімді үйренуге және үйретуге басқа араб ілімдерімен қоса отыра дейді. Уссуна ала дирасатиха хассан акида. Және бұны адамдарды қызықтыратын еді, итермелейтін еді дейді. Осыны оқыңдар деп. міндеттейтін еді деген сияқты. Уюксируна мадхаха. Бұны мақтауды көбейтетін еді. Талабат ілімді қызықтыру үшін де, мысалға бір нәрсе қызықтыра берсең адамды бір оқысы келеді, сол сияқты. Ғалымдарда наху ілім оқымасаң сен Құранды түсінбейсің, фиқты түсінбейсің деген сияқты қызықтырады. Уюхаззируна мин тарки тааллумиха вал амали биха. Және оны оқымай тастап қоюдан сақтандыратын еді дейді. Оны сен хадистің өзін дұрыс түсінбейсің деген сияқты. Құранды дұрыс түсінбейсің. ويشددون النكير على من حاد عنها. Енді біреулер бар, қазірдің заманында бар, ой наху деген керек жоқ, ол сізді түсініп алуға болады. Арабтар тура салыпты, арабшаны сөйлеп кетті, сол сияқты бізде бір-екі сөзді жаттап алып, арабша сөздерді тыңдап алып, арабшаны үйреніп кетейік, разговорный. Нахуды оқып, басыңды қатырып не істейсің деген сияқты. Солардан не істейтін еді дейді, қайтаратын еді дейді ғалымдар. Оңқы дұрыс емес оны істеп жатқаны. Бұл ата жолдан келе жатқан, бұл Құранды дұрыс түсіну үшін нахуды оқымасаң болмайды деген сияқты. Фақад кану ала вайин. Өйткені олар білетін еді дейді. Тәм, толық дейді. Рахимахумулла, Алла оларды рахметсін, сол ғалымдарды әсәрил луға фи таквинил умма. Осы ислам үмметінің өзінің қалыптасуы, құралуы да бұл араб тілінің әсері бар екенін білетін еді дейді. Бәрі араб тілін түсінсе, Құранды түсінсе, фиқты түсінсе күшті болады да, мысалға. Дұрыс дінді түсінеді, дұрыс не қылады. Диққати фахмихи ликитаби раббиха ва сүннати набиха. Енді осы Құранды түсіну үшін, пайғамбарымыздың сүннетін түсіну үшін араб тілі керек та бәрі де. Бір ғалымның несін тыңдап отырып,
Rossiyada mı barıp söylep atır. Said Kamali. Kur'an'da işin Arapça okuyalat, okugan duruspa, bolmasa bireudun audarıp bergen orus tiline başka tilge sonu okugan kayсы tadabbur jasagan. Tadabbur degen endi oylanyp den koyup okugo jalpa. Allah Taala bu ayatda bizde neni maksat etdi degen siyakta. Sonda aytat da jana galym. Endi onun da bir nesi var. Sen terjema okusaң, sen bireudun tadabbur jasagandan tadabbur jasaysın deydi. Bireudun oylaganын oylanasın deydi. Kur'an emes. Iya. Siyakta. Hı. Al adam özü düşünse ol başkaça da bar Arap tilini. Ve asariha fi bina'i şahsiyeti el-muslim. Onun Arap tilinin əseri Müslüman adamның tulgası kalıptasуына da əseri var da bärinde. Sen Kur'an'ı düşünüp dursaң, Peygamberimiz sözünü düşünüp dursaң, mazhabtың galımlarının sözünü düşünüp dursaң, akidаңды arapçadan. Sen бүкіл еңбектер, мықты еңбектер Arap tilinde de. Sen şahsiyet kaviyya болады да, tulgaң ерік тұлға боласың да исламдағы. Еш нәрсеге жаңа бір шубхаттар келетін болса, еріп кете бермейсің деген сияқты. Осы бәрі араб тілін үйренудің жемісі да, әсәрі. Енді айтады, ва нусусухум, сол ғалымдардың жазып кеткен осы жайында фи залика аксару мин ан тухса, санап бете алмайсың дейді, санаудан да көп дейді. Осындай арнайы кітаптар да жазылған дейді. Ғалымдардың осы араб тілін мақтап, мадақтап жазған әсерін, пайдасын деген сияқты. Ар-расаилу вал мусаннафат. Және осы жайында кейбір магистратура, докторантураның жаңағы диссертацияларда жазылды дейді. Осы жайында араб тілінің жаңағы ерекшелігі. Ва ақтасиру аля жумлатин ясиратин туаддих ли талиб ал-илм الأهمية الكبرى لهذا العلم الشريف. Енді мен солардың ішінен қысқарта отыра бір-екі несін алып келейін дейді. Бір шама сондай жазған ғалымдардың сөзін алып келейін. Не үшін оның бәрі сол оқушы ілімді ары қарай бір итермелейтін мотивация дейді, сондай беретін. Не үшін оқып жатыр, бұл маңыздылығын түсіндіру үшін дейді. Және ол осы жолда жүрген кезде bir harita сияқты картасын сызып береді, сен бұрылмай мақсатыңа жетесің деген сияқты. Рауа ибн Аби Шайба риwayet етеді. Фи мусаннафихи ан Саййидина Омар. Омардан риwayet кетеді, жеткізеді. Хин катаба иля Аби Муса ал-Аш'ари. Аби Муса ал-Аш'ариға жазды дейді. Енді әмір болып тұр ғой кезде, халифа. Пайғамбарымыз Абу Бәкірден кейін радиаллаху анхума, Алла ол екеуінен де разы болсын. Абу Муса Аш'ари да ол да жаңағы бір жердің уәлиі жаңағыдай. Иә. Қал, әмма бa'д жаңағыдай сөзін айтып болғаннан кейін, әмма бa'дтан кейін енді маңызды сөзіне кіріп отыр. Фатафаққаху фис-сунна. Мықтылап түсініңдер дейді. Иә. Фатафаққаху фил-арабия. Және араб тілінде мықты оқыңдар деп тұр да. Мықты түсін. Ол кездің өзінде. Ва-а'рибул Qur'ана фа-иннаху араби. Құр'анды жаңа иғраптап түсініп жаңағыдай Құр'анның өзінен түсініңдер деп тұр да. Қателеспейтіндей болып. Өйткені ол араб тілінде деп тұр Құр'ан. Варауа айдан ан Аби Убай бин Кааб. Убай бин Каабтан риwayet етіледі. Радиаллаху анху. Ол үлкен қарилардың бірі да. Пайғамбарымызға Құр'ан жеткізген. Ta'allamul arabiyya деп айтады. Үйреніңдер араб тілін. Кама ta'allamuna низа. Кесіл Құр'ан. Құранды қалай сендер үйренсеңдер, солай араб тілінде үйреніңдер дейді. Алдарыңа қалай жаттауды үйретсеңдер, араб тілінде солай үйретіңдер деген сияқты. Қала әш-Шаби ан-наху дейді. Наху расында айтып отыр. Фил илми ілімде дейді, кәл-милхи фит-таам. Тамақты мысалға сен ингредиент дейді ғой. Ет қосасың, пияз қосасың, әр нәрсе қосасың, бірақ тұз қоспасаң, дәм алмайды. Жей алмайсың ол тамақты, былайша айтқанда. Сол сияқты ілімдің маңыздылығы бар, тек тұзбен сен тамақ жасай алмайсың ғой бәрібір де. Керек, басқа да керек, басқа ілімдер де керек. Керек емес деген сөз емес та. Бірақ бұл
құрал ілімі ғой, соларды түсіну үшін де араб тілі керек. Нахуды үйреніңдер, өйткені ол тамақтағы тұз секілді деп тұр да. Сен одан маған керек емес деп айта алмайсың да, сен тұзсыз тамақ жемейсің өйткені. روى الخطيب البغدادي بسنده عن وكيع أنه قال وكيع деген Шафиғидің, имам Шафиғидің несі ғой жаңағы. Таза. Сол кісі айтады, Уакиға айтады да, Атайту Амаш, Амашқа келдім, үлкен ғалым жаңа, табиғин. Асмау минхул хадис, одан хадис естеймін дейді да. Енді үлкен ғалымдар жаңағыдай мешіттерде отырып сабақ берді ғой. Пайғамбардың хадис сізді. Уа кунту руббама лаханту. Енді айтып жатыр, мен сол кезде қателесіп қалдым дейді да. Фақала ли, маған сол Амаш айтты былай. Я Аба Суфиян. Күниясымен айтып жатыр ғой, жаңа Уакиға. Ма хуа аула бик минал хадис. Хадистен де сен абзалырақ нәрсені, алдын тұратын нәрсені тастап қойдың дейді да. Онда фақулту я Аба Мухаммад. Мұхаммад әкесі аула минал хадис. Хадистен де артық нәрсе бар ма деп сұрадым дейді да. Ала ан-наху дейді да, ол наху деді. Фаамла алайя ал-Амаш ан-нахуа. Амла деген өзі имлаат деген нәрсе бар. Ғалым айтып отырады өзінің миынан. Сен жазып алып отырасың да. Осындай ережелердің бәрін былай саған айтып бере салады да, миынан. Имла деп айтады. Бірінші нахуды маған не қылды? Сумма амла алайя ал-хадис. Одан кейін барып хадисті айтып сабағын берді дейді да, жалпы. Одан не түсінеміз? Бұл жерде енді араб тілі хадистен әуелі емес. Бұл жерде сен араб тілін білмесең, хадисті сен дұрыс түсінбейсің, немесе қате оқисың, немесе сондай нелер қыласың. Пайғамбарымыздың мына хадисіне кіріп қаласың да. Кім маған өтірік, мән кәзаба алайя мутааммидан, кім маған өтірік хадисіме бір не алатын болса, пайғамбар айтты деп өтірік жала жабатын болса, фалятабауа мақадаху минан-нар. Ол тозақтан өзінің орнын дайындай берсін. Соған кіріп кетуі мүмкін да, мысалы араб тілін білмесең. Енді 5. Қала ибну Джинни. Ибн Джинни деген Абу Сарф дейді. Сарф ілімінің атасы десе де болады. Абу Хайян 10 жылдай ма оқыған ғой, 20 жылдай ма. Қазір батыста да осы мусташрихиндар тіл ғылым, лингвистика дейді, соны зерттейтіндер осы кісінің кітабын оқиды. Өте қатты кіргенде тілге. Соның ішінде Сарф Хасаис деген кітабы бар. Ибн Джинни. Ол да осы кезінде ұстазына бармай тұрып, бір нәрсені үйреніп алып, сабақ беріп жатқан кезде, бір қателерді не қылған кезде айтады да, сен мындай өзі арабтарының сөз бар, забиб болмай, мейіз болмай тұрып, алдында істел, бір нәрсені істеп, екінші нәрсеге өту керексің, оның бірінші жақсылап оқып, сосын барып оқыту керексің. Аны істемей, мынаны істеп кеттім деген сияқты да. Жүзім болып не тұрып, мейіз болып қалды деген сияқты да. Хасырамта. Содан кейін барып ілескен біраз араб тілін оқыған шейхында жаңағы. Енді айтып жатыр, аксару ман далла мин ахли шариа анил қасди фиха ва хада анил тариқ мусла илайха фа иннама истихвауху вастахаффа حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خطب الكافة بها. Енді көп адасқан адамдар осы шариғаттағы жаңағыдай ақидадан болсын, басқадан болсын, осы араб тілдерін, араб ілімдерін жеңіл санап, елемей қойғандығынан, өйткені Құранды дұрыс түсінбейсің, хадисті дұрыс түсінбейсің дейді. Солай жалпы айтқанда. قال الربيع ابن سليمان سمعت الشافعية يقول شافعي айтқанын естідім дейді былай. Аммату ман тазандақа бил Ирақ. Ирақтағы көп жаңағы зиндиқ деп айтады. Зиндиқ деген жаңағы қидамул алам деп бірінші соларға айтылған. Әлем, яғни мәңгілік деген сияқты да. Жаратылмаған. Бізде айтамыз ғой, бүкіл нәрсе жаратылған Алладан басқа. Олар айтады, әлем Алламен бірге деген сияқты да, жаңағыдай.
Солардың көбісі сол лижахлихим бил араби, араб тілін білмегеннен кейін солай болатыр дейді. Одан кейін жаңағыдай бүкіл нәрсеге айтылып кетті да, жаңағыдай жолда жүргендер деген сияқты. قال الإمام أبو منصور الأزهري في تذهيب اللغة لغة жаңа сөз кітабы ғой, сода айтады. قال الشافعي رحمه الله تعالى فأحسن وأوضح وبين дейді. Енді осы сөзінде мынау Абу Мансур айтып отыр, Шафиғи мықтылап айтып кетті дейді. Ең көркем түрде деген сияқты. إن تعلم العربية التي بها يتوصل إلى تعلم ما به تجري الصلاة من تنزيل وذكر فرض على عامة المسلمين. Енді араб үйрену негізі бір деңгейде парыз болады дейді. Мысалға, Құранды дұрыс оқу, намазыңды дұрыс оқу деген сияқты. Сол дәрежеде ең болмағанның өзінде парыз деп тұр да, жалпы мұсылмандарға. Иә. Әрбір мен мұсылманмын деген адам жалпы енді арабша оқып білу керек, Құран оқып білу керек, намазын арабша оқиды бәрібір, фатихасын, дұғаларын деген сияқты. Сол деңгейі парыз деп тұр да. Алал хасса енді осы ілімге кіргендер, жаңағы ғалым болам деп. Бізде осы араб тілін өзі екіге бөледі. Кифая, парыз айын дейді. Парыз кифая. Енді бүкіл мұсылмандарға бүкіл ілімді оқу парыз емес. Дейді, өзінің халіне жеткілікті ілімді білсе болды, исламның өзінде де. Мысалға, ораза ұстайды, оразаның ілімін біледі, намаз оқиды, намаздың ілімін, үйленейін деп жатыр, үйленудің ілімін, сауда саттық істесе, сауда саттықтағы біз мынау халал харам дегенді білу, қажылыққа барса, қажылық ілімін деген сияқты. Бүкіл өмірінде бір рет еститін ілімдер бар, бірақ хауастар білу керек. Сол сияқты ғалымдар бұл ілімді білу керек дейді. Аллати тақуму би кифаятил амма. Яғни сол амма деген жалпы халық бір мәселеге душар болып алса, оның ілімін кімнен сұрайды? Жаңағы ғалымдардан сұрайды да. Ғалымдар сол үшін бұл нахуды, араб тілін оқу керек та. Фима яхтажуна илейхи лидинихим вал-иджтихада фи тааллум лисан араб ва лугатиха. Сол араб тілін және тілдерімен қоса. Яғни бұларда қабилалар бар. Хижаздықтар бар, ямандықтар бар, басқалар бар. Бір сөздің өзін былай сөйлеуі мүмкін, былай бір сөйлеуі мүмкін деген сияқты. Солардың бәрін білу керек дейді. التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب والسنة والآثار. Енді сол арқылы біз Құрандағы білу керек болған нәрсені білеміз, сүннеттегі білеміз, және әсар деген сол пайғамбарымыздан, сахабалардан жеткен дүниелерді түсінеміз. Муфассир ғалымдардың сөзін түсінеміз дейді. Минас сахаба, ол сахабалардан болған, табииндардан болған, минал алфазил ғариба вал хитабатил ал-арабия. Яғни кейбір тұрпайы сөздердің өзін түсінеміз дейді, соларды айтып кеткен. Және хитабат ал-арабия деген бар. Бұлай кейде сұрақ сұрайды да, бірақ оның мақсаты сұрау емес. Сұрақ истинкари болуы мүмкін, сені жекіп тұруы мүмкін деген сияқты. Сол әдістерін де білу керексің дейді, арабтар бұлай. Оны балағада үйретеді мысалға. Араб тілінің сол кеңдігін білмейтін болса, бұл сөзі көп өте, солардың сөздерін білмейтін болса, соның пәндерін білмейтін болса, мазхабтар бар, басралықтар, куфилықтар дегесе, сол кітап ілімінің бір деңгейде мөлшерін түсінбейді дейді жалпы. Өйткені ол араб тілінің маңыздылығы Құран араб тілінде түсті да. Егер араб тілін білмесең, түсінбейсің. Алимаха, егер оны кім білетін болса, сол жаңа тілдерінде бәрін егжей-тегжейде оқып, тоқталып не алатын болса, сол тәпсіршінің сөзін түсінесің ғой. Мысалға, Абу Суад деген тәпсірші бар, үлкен. Осы Ханафи. Кітаптардың ішінде ең қиыны сол. Тәпсір. Егер сен араб тілін мықты оқымайтын болсаң, оның тәпсірін түсінбейсің. Арабша жазылған. Солардың сөзін түсіну үшін де сен араб тілін білу керексің да.
زالت عنه الشبه الداخلة على من جهل لسانها من ذوي الأهواء والبدع. Endi bizde bidag'atchilar deymiz, жаңа dindan adasib degендер қазіргіде. Мысалға тәңіршілердің болсын, басқа болсын, осы тілді түсінбегеннен кейін, Құранды түсінбегеннен кейін әртүрлі күмән, күдіктерді алып келеді ғой қазір қарапайым халықтың өзін. Иә. Егер араб тілін білсең, солардың бәрі кететін еді дейді, жаңа иманың күшейеді дедік қой. في الذي تقدم لنا وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه، ذلك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه. Ал олар жаңағы араб тілін менсінбесе, оны оқымаса, олар бір тосқауыл болады дейді. Кітаппен Құранды сен үшін табаррук ретінде ғана алып жүресің де, машинаңа іліп қоясың, үйіңе іліп қоясың, бірақ мағынасын түсінбейсің. Иә. Әсер аламыз. Иә. Сөйтіп олар олар сол нәрсеге алып барады, өйткені араб тілі деген ол араб тілін оқысаң араб құл боласың деген сияқты жаңағыдай. Алып келсе оқың келмей қалады. Осының ол деген сөз Құранды түсінбеуге алып келеді. إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها. Енді араб тілін былай қарайтын болсаң, мұғлақа дейді, түсінбейсің. Қайсысы мубтада, қайсысы фаил, қайсысы не? Сен оқыған кезде ғана сен оның мағынасын түсінесің дейді. Осы наху арқылы, сарф балаға арқылы. وأن الأغراض كامنة فيها. Негізгі мақсаттар ода жасырын дейді. Иә. يكون هو المستخرج لها дейді. Наху келіп жаңағы араб тілі соны шығарып береді да саған. Мысалы теңіздің ішінде жатқан жаңа байлықтарын шығарған сияқты. المعيار الذي لا يتبين نقصان الكلام ورجحانه حتى يعرض عليه. Ол сенің қолыңдағы бір сызғыш сияқты дейді, немесе жаңа таразы сияқты. Келесінде мынау күштірек, мынау әлсіз деп біле алатындай. Иә. والمقياس الذي يعرف صحيح من سقيم. Дұрысынан бұрысын білесің. Сен жаңағы өлшеуіш бір құралың болады дейді. Хатта юржаға илейхи. Егер сен таласып қалатын болсаң, сен соған қайтарасың да, араб тілін. ولا ينكر ذلك إلا من نكر حسه. Енді оны кім жоққа шығарады дейді, бұл ілімнің жаңа артықшылығын несін, тек қана өзінің мысалға сезім мүшелері бар ғой, соны жоққа шығарған адам ғана дейді. Кезінде сондай адамдар болған, мысалға софстаин дегендері бар да, сондай топтар болған. Ақиқада өтесіңдер. Мен сен қазір көріп тұрмын дейді да. Әдірия дегені бар. Бірақ сен барсың ба, жоқсың ба, менің миымдағы бір уахым шығар дейді. Сен жоқ шығарсың дейді. Ол ешқашан тоқталмайды. Екі, төрт болады десең, жоқ, ол төрт болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін деген сияқты. Сондай адам накира хиссаху дейді. وإلا من غالز في الحقائق نفسه غالظ деген жаңа өзін ақиқатты көре тұра көрмегендей болып. Қазір негізі исламды қабылдамауда ақиқат қой Құранның бәрі. Жаңа жасаушылар тәкаппар етіп қабылдамағандар ғана оны қабылдамайды да, солай сияқты. وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عذر من تهاون به وازدهد فيه. Егер осы айтқан дүниенің бәрі араб тілінің маңыздылығын беретін болса, саған қандай бір себеп бар дейді да, бұдан оқымауға немесе немқұрайлы қарауға. Захат дейді ғой, зухд. Тақуалық зухд дейміз ғой, жаңағыдай жүректен алып тастайсың да, дүние мүліктен тақуалық софылар сияқты. Сол сияқты бұны тастап қоюға қандай бір үзір бар дейді ғой. ولم يرى أن يستسقيه من مصبه дейді. ولم يرى أن يستسقيه من مصبه ويأخذه من معدنه ورضي لنفسه بالنقص. Не үшін жаңағыдай араб тілін үйренбей бұлағынан дейді, масаб құйылатын жерінен сусынданбайды дейді. Өзінің маъдин кен орны ғой шығатын, сол кен орнынан алтынды солай алмайды деген сияқты. Сен ұқсатуға өзі нақсқа разы болады дейді. Яғни біреудің аударып берген жаңа тәпсірін оқи салам, немесе біреудің не істеп берген уағызын тыңдай салам, соған өзіңді
razı болып жүре бересің де соған. Aha. Анау Құранның өзін түсінейін, ғалымның сөздерін өзін оқып түсінейін дегенге ұмтылмайсың да. والكمال لها معرض وآثر قبينة وهو يجد إلى الربح سبيلا وآثر القبينة وهو يجد إلى الربح سبيلا. Yani өзің сол жолға мен де ұқсамас не дейді, ұқсап бақ дейді ғой, болмасаң да ұқсап бақ деп сияқты өзің де соған кіріссең, сен де бір содан бір нені аласың дейді. قال أبو منصور الثعالبي العربية خير اللغات والألسنة дейді. Yani араб тілі жалпы тілдердің ішіндегі ең мықты тілі дейді. والإقبال على تفهمها من الديانة. Ал оны түсінудің өзі діннен деп тұр да. Өйткені араб тілінде. إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. Дінді түсінудегі ілімнің бір құралы дейді да, ол кілті деп тұр. Араб тілін түсінбесең, дінді түсінбейсің. Қанша қазақ тілден оқысаң да араб тілдегідей болмайды. Ағылшын тілінде, орыс тілінде оқысаң да. وسبب إصلاح المعاش والمعاد. Сен мааш деген осы дүниең, маат деген қияметің, ақырет. Ол екеуін де дұрыстаудың жолы дейді да, бұл араб тілін үйрену. ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار дейді. Сосын ол ары қарай бүкіл артықшылықтың нелерін бәрін жинаушы, мұруа деген нәрсе бар, мысалға. Солардың бәрін жинаушы дейді да. Суға бұлақ сияқты дейді да. Отқа зәнд нені не істейсің ғой, жаңағы мылтық, мысалға от ататын болсаң не дейді, басатын. Печка ма? Мысалға отты жағатын нәрсе деген сияқты да. Бәрінің бастауы деп тұр ғой, былайша айтқанда. Жалпы осындай ғалымдардың, мысалға муфассирлерді алып келіп жатыр, сахабалардың сөзін алып келіп жатыр, табиғиндардың сөзін алып келіп жатыр, фақихтардың мына Әмиди Усулидің сөзін алып келеді. Мынау Ибн Халдун деген, мынау не дейді социология? Не бар ғой, соның атасы жаңағыдай. Ибн Халдун ба? Адамдардың несін, табиғатын зерттегенде жалпы. Заджажи, сондай сияқты ғалымдар көп, сәлем алып келіп отыра. Бұл жердегі бәрі көрінбе? Абу Хайян жаңа Имам Рази муфассир, сол сияқты ғалымдардың сөздерін бәрін алып келіп отыра. Бұл жердегі маңыздысы осы ілімнің артықшылығын, әрбір жаңа шариғат ілімін оқушы адам оқу керек екенін айтып тұр да бұл жерде. Бәрін оқысақ созып кетейін деп тұр. Енді айтып жатыр, енді өзінің кітабы жайында соған тоқталайық. Бұл негізі Мадарик деген бір не болған осы жерде, Ордында. Шафии мазхабының ғалым ашқан Рашид деген. Оның досы біздің Шейх Алидің. Мадарик деген әлі де бар, оқытады. Сол жерге ұстазды шақыртуға неғылған кезде, енді нені оқытайын деген кезде Әжрумияны оқытайды. Әжрумияны оқытатын болса, жаңа мәтін кішкентай. Оның қасында оқушыларға қазір көп тәдрибат жаттығулар бермесең, ол қатты сіңірамайды. Сосын екі кітапты қосып, соларға жеңіл болу үшін не қылып, осы тәсіл кітабын жаздым дейді, сол жақта. Сабақ беру үшін. فلأجل جميع ما تقدم حرص المعهد المبارك مدارك العلم على تدريس النحو والعلوم العربية والاهتمام به. Енді осы араб тілінің маңыздылығына көзге ала отыра, сол Мадарик деген жаңа орталық араб тілін оқытуға соны ден қойды дейді, қызықты дейді. على خطى العلماء المتقدمين طريقة تدريسه дейді. Бірақ бұрынғы өткен ғалымдардың жолымен дейді. Бұл да маңызды. Яғни ғалымдар, өйткені бұл жол ғалымдарды шығарған және шығара береді. Мен келіп, жоқ мынаны оқиық, егер ол
дұрыс болмаса келесін тағы оқиық деп жүргенде бір сен уақытың өтіп кетеді, бірақ ғалым болып шықпайсың да түбінде. Ол дұрыс емес. فهي الطريقة المنتجة النافعة التي تبتني تبني علم طالب العلم بناء متينا. Осы жолмен жүріп өтсең, сенің жаңағы бұл ілім жолы деген бір үй сияқты ғой, қалауың мықты болады, мықты болып қаланады. فقرر فيه تدريس متن أجرومية. أجرومияны оқыт деп сол мадарик жаңағы оқу орталығында не істелді, таңдалды. بشرح التسهيل لمعاني المقدمة الأجرومية. осы кітап жаңағы. Тәсхил деген бұл не? Екінші кітабы шейхтің. Иә. өзінің لعلي ابن هاني. ثم متممة الأجرومية. одан кейін бар осы мутаммима деген әжрумияға айтпай кеткен жерлерін толықтырушы. Хаттаб деген Малики мазхабының ғалымы. Содан кейін қатырнада. Сонда бүйтіп оқыды да, бірінші әжрумияны оқытаймыз, бірақ тәсхилмен оқытамыз. Мутаммима Хаттабтікі, сосын қатырнада, үшінші деңгейде. Ибн Хишам. ثم النحو الوظيفي. бұл наху муасир болса да мықты кітап. Абдул-Али Ибрахим деген. ثم ألفية المالك. одан кейін әлфияны оқытамыз деді. ثم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب деген. бұл Ибн Хишамның бұл ең шыңы, жалпы айтқанда, соны оқытамыз деп жүйе қойды дейді да. ولما كان الطلاب لم يتعودوا على منهج. бірақ қазіргі оқушылар бұрынғы ғалымдардың жолында жүрмегеннен кейін оларға оқыту бұндай кітаптарды қиынға соғады. Мысалы біз ойлаймыз да бір ойды. Ғалымдар мына кітапты оқыған. Біз де соны оқытайық десек, қазіргі оқушылар ешқандай не білмесе, оған қиындық соғуы мүмкін да. Олар миында алды да, осыны оқытуымыз керек. Бірақ уақиқ дейді ғой, қазір оқытып көрген кезде ешкім түсінген жоқ. Сондай болып. كان لابد من التمهيد. кіріспе беріп кету керек болды дейді. لهم في البداية بكتاب سهل كثير التدريبات خالي عن تفصيلات. көп жаттығулар бар, бірақ тафсил, бір нәрсені алады да, мынау мазхабта былай, мына мазхабта былай, мына ғалым былай деген, деген нәрселерден жоқ дейді да. يجمع بين القديم والحديث. яғни бұрынғы көнені де жаңашылық нәрсені қамтып кететін болсын деу үшін فكان اختيار كتاب النحو الواضح болды дейді, солардың ішінде. Жадидизм дегенді естесің бе? Жадидизм жаңашылдар дейді ғой. Жоқ. Мұхаммад Абду деген бұған. Ол Асқарға келген кезде бүкіл бұрынғы ғалымдардың бәрін өстіп не қылып, мынаның бәрін оқу не олына түсінбейсің, ештеңе қылмайсың. Жаңа бір не алып келуіміз керек, жаңадан ережелер. Олардың бәрін біздің Алаш ордасы да солардан әсер алған да. Бұрында осы 100 жыл, жалпы соңғы 100 жылдықта Осман империясы құлағаннан кейін бар ғой. Содан негізі әсер алған ғой, жалпы. Әсер алған. Ол біздің татар ғалымдары да, біздің де біраз ғалымдар бәрі солардан әсер алған негізде. Сол кезде сақ беретін дұрыс. Нахл уадих сияқты сондай ғалымдар көптеген еңбектер алып келген. Жаңа бір оның жақсы жерлері де бар, жаман жерлері бар да. Бірақ бұл қанша бұндай кітаптарды оқысаң ғалым болмайсың. Бірақ әр заманның уақытына сай кітап жазылу керек, солардың түсінігіне жақын болу үшін. Кейіннен мынау турасты оқу үшін көне кітаптарды. Енді не істейміз дегенде сол Нахл уадихты таптық дейді. لعلي الجارم ومصطفى أمين деген сияқты жазушылар жазған. ولكن هذا الكتاب على سهولته وكثرة فوائده سار على ترتيب مخالف لترتيب المعهود عند العلماء النحو. бірақ та бұл ішінде жаттығу көп, жеңіл оқу болса да, ғалымдардың жолымен жүрген жоқ дейді. فكانت أبوابه متداخلة مما يجعل الطلاب لا يتصور علم النحو تصويرا كاملا واضحا. бір-біріне кіргізіп, біреуін алдына жіберіп, біреуін артына жіберіп, өздерінің ойынша мынаны бірінші оқытса жеңіл болады деген сияқты бір-біріне кірісіп, шатасып кетті дейді. Сонда бір оқыған адамның миында бір не болмайды дейді. Харита дейді ғой, бәрін нахуды бір тасауыр жасай алмайсың. Елестете алмайсың көз алдыңа. Содан сен алмайсың дейді. هذا بالإضافة إلى طول الكتاب
to'xta, tushunch. بحيث لا يمكن إنهاؤه في دورة واحدة. Yani o kitap so'sin zamonaviy bo'lsin, ko'p so'z aytadi. So'sin ulkan. Masalan, sen 4 oy o'qitasin, 3 oy o'qitasin bir davranda, bir жаңағы sabaqda. Iya. Iya. Сол vaqtda bitira olmaysan. Bir dengey. Birinchisi жаңағы сол kitoبning o'zini nega o'qitmadi degan so'roqqa bu жалпы. Iya. Ne үшін o'qita olmadi? Birinchidan ол ғалымдардың сөзімен, tariqasымен, жолымен жүрмеді. Ол ұзақ. Ne isteyimiz деген кезде فكان لابد من مزج متن الأجرمية مع كتاب النحو الواضح. Сол نحو الواضح пен екеуін қосу керек болды дейді. Тәсселен оқушыларға жеңіл болу үшін. فمن الله الكريم علي بذلك. Содан кейін осы нәрсені маған істеуге Алла Тағала рахмет етті дейді жалпы. فقمت بوضع متن الأجرمية. أجرمية متنін қойдым дейді. مع حذف المواضع الصعبة. бірақ қиын жерлерін өшіріп тастадым дейді. والإشارة لها في الهم. бірақ хамиште жазып кеттім. мына жер өшірілген деген сияқты қылып та. Iya. Хамиш деген жиек жазба ғой. Birinchi istagan tilligi. Ikkinchi istagan tilligi qumtu ba'da zalika biwadi'i ma zakarahu nahul wadih. Tunda qoida chiqarib ketgan nesi bor? Sonda minal qawaid va tamrinat va sharh al-kalimat sa'ba. Qiyin so'zlarni sharhlay o'tira, tadribatlarni bergan qoidalarni yozib ketdim deydi. Birinchi matn ajrumiya turadi. So'ng erejilar beradi. Erejidan chiqqan жаңағы nahul wadihning qoidasini beradi. Qiyin yerlari bo'lsa sharhlab ketdim deydi. Iya. Shu narsasi شرحت ما ذكره متن الأجرومية. إذا أجرومية أنا أتقن سوزن شرحتان بيتا ولم يذكره النحو الواضح من الأبواب. إذا نحو الواضح كبير بابتر تقتل مع مصوغان من تقتل بيتا. أضفت جدول تداولة للتوضيح. يعني كستلر نيلر شنو كرغزن بيتا تسنكتو بولشن. التوضيح деген мағынасы болып қалай? التوضيح түсінікті болсын. Жадауил деген кестелер. Адафту қосып дейді да. Таудих түсінікті болсын. Қазіргі енді ғылым дамып келе жатыр. Адамға жеткізу нелерде әртүрлі бар ғой. Мысалы сызап түсіндіресің, тақтаға жазып, немесе видео қылып түсіресің, слайд қылып түсіндіресің, сондай сияқты. Бұл да бір түсіндіру, оңайлату жолдары ғой. Yes, وضعت تدريبات عامة على جميع أبواب النحو التي ذكرها متن أجرومية في نهاية الكتاب. Сосын бүкіл кітаптың соңына не қойып отырдым дейді, жаңа жаттығулар. Әр бап біткен кезде кітаптың соңына соны егер шеше алатын болсаң, сен кітапты түсінген боласың да жалпы. حذفت ما ذكره النحو الواضح من الشرح لأبواب مكتفيا بشرح الشيخ المدرس. إذا لو نحو واضح تنجول نندي ده مثال بريد أنا نين وقت قسم أبادي أصول عندنا دروس العربية صوص يختو مثال ده سوزبين شرحتا بوترادو نانسنيمز соны өшіріп тастадым дейді. Не үшін мұдаррис оны түсіндіру керек дейді өздігінен. Шейх мұдаррис. Анау негізі ана кітаптардың бәрі заманауи кітап болғаннан кейін ұстазсыз да оқи беретін кітаптар ғой негізі жалпы. Сондайға келтіргенде жалпы. Мысалға сенің профессияң, мысалға сен мұхандиссің немесе табибсің, араб тілін оқығың келді өздігінен. Сондай кітаптарды алып оқысаң, сәл араб тілін түсінуге болады. Иә. Қосымша бір не ретінде, мағлұмат ретінде. Не ما زدته على النحو الواضح أشرت له في الهامش بقول هذا من زيادتي. сосын نحو الواضحқа қосатын болатын болса, мен оны нұсқап кеттім дейді. Мынау менің қосқаным деп. نحو الواضح деген мен қосымшам екен айырмасы болу үшін деген сияқты. Енді тариқату тәдрисил китап. Енді бұл кітапты қалай оқу керек? Қалай оқыту керек? طريقة تدريس هذا الكتاب أن يكتفي الشيخ المدرس وقتوش بقراءة المتن بنش متن دوقيت صالدار دوقيت ديدا ثم يشرحه شرحا لطيفا جينجل شرح تبكي ديدا بدون تفصيلات إيش خندي يجي لك كرميت ديد ثم يقرأ القواعد وسن قاعدة دوقيت يشرحها بشكل موجز وسن كشجرم شرح تبكي ديد
ثم يحل التمرينات ترشيشت مع أها. الاقتصار على موضع الشاهد تقنا وكل biz ana alında Evroptap ketdik go. إيه. Evroptamayaq misal birinchi sabaqda neni tushunish kerak? Ism fe'l harfni ajratib kerak. So'larda harf, ism آه. ajratib ketish kerak. آه. Birden bärini Evroptasan o qiyin. إيه. Gana üst o'qib chiqasin bo'ldi o'sa. Tariqat tadris. آه. O'sa gana arnalganda Vallohu as'alu an yanfa'ani va talabatul ilmi bihi fid darain. Endi Allohdan so'rab jatir. An paydasi أها. bo'lsa, endi savobi bo'lsin. Yine ilm izlenuvchilarga deydi-da, iki dunyoda. أها. خالصا وتقبلا عنده إنه هو السميع القريب الكريم الوهاب. Yine o amalımda Allah Teala kabul olsun deydi. O kabul alışı dedi. إيه. Bu yerde yazgan cevapı olsay. İki أها. buyursa birinci sabahından başlayın. Mukaddimat ilmin nahu. Tarifin beri. Yani her bir ilimde okanda 10 narsasını bilip gerek deydi. Sonra şehrim okuşamız buyursa. Cevapı olsa sırak olsa sırak. Olmasa ayaktayız sabahımızda. Yes. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.